ең патологын айтайын, патологын. Ертең Иса алейхиссалам түседі, білесіздер ғой, білесіздер ма? Түспейм әлде? Біреулер түспейді деп жүр дейді бір кісілер. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кәдімгідей сахих сенімді хабарларында айтып кеткен, Иса алейхиссалам Шамға, Дамаскіге түседі деп айтқан, дұрыс па? Дамаскі қазіргі Сирияның астанасы. Дамаскіге барсаңыздар, сол жерде ғалымдар оның түсетін мұнарасын белгілеп қойған. Пайғамбар саллаллаху хадисінде келеді, аппақ мұнараның үстіне түседі деп. Умауилердің мешіті бар, соның жанында. Қарасаңыздар болады интернеттен. Мен тек ұшын беріп кете беремін, сіздер ары қарай алып кетіп отырасыздар ғой өздеріңізде ма? Бәрін андай тапсилияны айтып керек жоқ. Сонда Иса алейхиссаламды екі қолтығынан екі періште алып түседі дейді көктен. Қалай бар, солай көтеріліп кетті ғой, өйткені ол. Сынақ қой, кәдімгідей аналарға да бізге де бәрімізге сынақ. Сөйтіп қолтығынан алып түсіп, жаңа аппақ мұнараның үстіне келеді дейді. Бұл түсіп жатқан кезде мешітте намазда қамат түсіріліп жатады дейді. Сонда жаңағы түскен кезінде пайғамбар хадисін сипаттайды, орта бойлы кең иықты шашы иығына дейін түскен, әр шашынан маржандар тамып тұрады дейді. Шашы су сияқты да андай маржандар тамып тұрады. Қызыл өңді өте сымбатты жігіт дейді Иса алейхиссалам. Намазға қамат түсіріліп жатқан кезде адамдар Иса алейхиссаламды имамдыққа өткізеді дейді ғой. Сонда айтқан сөзін білесіздер ғой, мен Мұхаммедтің үмметінің алдына имамдыққа шыға алмаймын деп айтқан. Не то, что пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кісіден абзал, біз үмметі ол кісіден сондай дәрежедеміз. Сөйтіп біздің өзіміздің ішімізден шығады жаңа намазға. Ол жаңадан бір шариғат алып келе ма? Қайтадан ана забурды алып келе ма? Не жаңа інжілді? Жоқ, болды, оның бәрі кетті. Немен үкім жүргізеді? Құранмен, хадис, сүннетпен үкім жүргізеді. Иса алейхиссалам. Міне сіздерге патолог. Сөйтіп жердің бетіне келіп, жердің бетіне ең ұлы фитнаның нүктесі